Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жұмсақ әрі дәмді, жегенде ауызда еритін сметаник, яғни қаймақты бәліш дайындаймыз. Ол үшін бір дана жұмыртқаның үстінен 80 грамм қантымызды салып араластырып аламыз. Оның үстінен жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды салып, бірден ұнымызды, разрыхнителімізді сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды бірден салмаймыз, бөліп саламыз, қатты болып қалмас үшін. Мен илеп холодильникке салмай, осылай бірден қолданамын. Енді арасына салмасын дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм қаймақтың үстінен 2 ас қасық қатты толтырмай крахмал саламыз. Мен жүгері крахмалын қолдандым. Үстінен 2 дана жұмыртқа, сушеный молоко қолданамыз. Және ванилин салып араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, оны да араластырамыз. Енді қалпымызға дайын болған қамырымызды саламыз. Мен бұл жерде 26 диаметрлік қалып қолданып жатырмын. Айналасына бортиктерін дұрыстап, салмасын салып, 150-180 градус аралығындағы пешке 30 минуттай пісіріп аламыз. Менің бәлішім дайын болды. 2 сағат суыды, суығаннан кейін ғана қалбынан аламыз. Үстінен әсемдік үшін қант ұнтағын септім. Менің ең жиі дайындайтын бәлішім, бәрі сүйсініп жейді. Сондай жұмсақ, әдемі болып шықты. Арасы толық піскен. Сіздерге де пісіруге кеңес беремін. Сондай дәмді, бір пісіргеннен өте жақсы шығатын бәліш. Ал олай болса, ас болсын.